Сәрсенбіде елбасы президент іс басқармасының медициналық орталығына барды. Мекеменің ғимаратында роботталған хирургияның халықаралық референстік және оқыту орталығы орналасқан. Ол жерде ақ қалатты мамандар ақылды технологиямен операция жасауды меңгереді. Ал ондай нәтижеге қол жеткізу отандық медицинаның сапасын арттырары анық. Жасанды интеллект құралдарымен жабдықталған орталық жайында Назерке Абдрахманқызы әңгімелейді. Бұрын робот операция істетсе сенбес еді. Қазір бұған ешкім таң қалмайды. Дәрігерге қарғанда қондырғы ем-домды нақты дәлдікпен жасайды. Әрі денені 3-5 мм ғана тіліп, ешқандай тыртық қалдырмайды. Инновациялық қондырғыны елбасы көріп қайтты. Мынау жасалып жатқан операциялар тек қана Қазақстанда емес, бүкіл біздің өңірде ең тұңғыш аппарат болып саналады. Сондықтан еліміз үшін, елдің денсаулығы үшін бұл үлкен бастама. Роботты қолдану әр жерде болмайды. Осы арқылы біз өзіміздің мамандарды үйретіп жатырмыз. Дэвид Самади мен Нью-Йоркта кездескем. Бұл дүниенің ең бір алдыңғы қатарлы хирургтардың бірі. Президент айтып отырған білікті дәрігер Дэвид Самади 20 жыл бойы Америкада робот хирургиясы саласында қызмет еткен. Бүгінде ол отандық дәрігерлерге білген үйретіп жүр. Тәжірибелі маман Қазақстанға елбасының шақыруымен келген. Мен үшін Қазақстанда жұмыс істеу үлкен қуаныш. Осындай мүмкіндік берген үшін Нұрсұлтан Назарбаевқа алғысым шексіз. Біз Қазақстанға робот қондырғыларын әкеліп, өз тәжірибемізбен бөлісіп жатырмыз. Мақсат инновациялық әдістерді осындағы жергілікті дәрігерлерге үйретіп, хирургтардың жұмысын жеңілдету. Біз алдағы уақытта Қазақстанда медициналық туризм дамитынына сенімдіміз. Осында келуіміздің тағы бір себебі ол шетелден келіп Қазақстанда ем қабылдайтын туристердің санын арттыру. Мы должны объявить нашим соседям по Центральной Азии всем, что можно здесь вылечивать и поправить здоровье и нашим соседям по России. И это будет таким известным центром во всем мире. Сейчас мы занимаемся строительством онкоцентра. И этот аппарат онкологическим болезням является тоже уникальным делом, которое будет решать и такие вопросы. Thank you very much, Mr. Samadi. Робот қондырғыны Қазақстанға келуді президент тапсырған. Ондағы мақсат әлемдік медицинадағы озық технологияларды енгізу. Сол арқылы науқастардың өмірін арашалау еді. Бүгінде көздеген меже іске асып келеді. Я с самого начала участвовал в приобретении этого аппарата. Самое главное, учеба наших хирургов. И уже проведено 14 операций самым инклюзивным образом, бескровные, без полостных каких-то моментов. И делают это все наши люди. Действительно важнейшее событие. Много жизней спасет, много людей будут довольны и будут здоровы. Қазірдің өзінде тың технологияның көмегімен ем алып, дертінен сауыққан науқастар аз емес. Елбасы олардың әрқайсысымен кездесіп, хал жағдайын сұрады. Жаңадан келген қондырғыға тап болдыңыз. Енді жазылып кететін болдыңыз. Мұндай жоқ. Қазақстанда да, Ресейде де тек қана біздікі. Мен алып келіп қойғыздым, сізде адамдарды ешқандай ішін жармай, ашпай операцияны жасап бастады. Бірақ күннің ішінде жазылып кетіңіз. Орталықта әзірге тың әдіс тек гинекологиялық, урологиялық және хирургиялық сырқаттарға қолданылады. Осылайша дәрігерлер бір ай ішінде роботтың көмегімен 14 операция жасады. Барлығы сәтті өтті. Желчнокаменная болезнь, камни в желчном пузыре. Провели на роботе операцию 6 суток. Камни за пазухой. Все убрали? Все убрали, чувствует себя прекрасно. Когда сделали? 6 дней назад, сегодня домой. Мне мынау американдық нәрсемен алып келдім осы жерге. Ешкімде жоқ Қазақстанда бірінші рет. Соған келіп тап болдыңыз. Көрдіңіз бе? Адамның тапмасуымен ешқандай қарындық жармай жазылып кетесіз. Үлкен рахмет, Нұрсұлтан Назарбаевич. Жаңа технологиямен жаңа білікті мамандардың бәрі осындай екенін көрдім өзім. Мен өзім академик профессордың жаңа технологияны көріп өте қуанып жатырмын. Әсіресе білікті мамандар. Жастар өте үстінде. Өзіміздің мамандар. Бәрі өзіміздің мамандар. Американың жоғары дәрежеде хирургия алып келдік. Үлкен рахмет. Біз білгендер үшін рахмет. Жақсы рахмет.
Елбасы дертінен сауыққан Анар Қашабаеваның да хәлін сұрады. Шәкірт тәрбиелеп отырған ұстаз үшін бұл есте қаларлық кездесу болды. Тоже желчно-каменная болезнь поступила 6 дней назад. 5 суток назад мы сделали на роботе операцию. Чувствует себя прекрасно, кушает уже. Сегодня будем выписывать ее домой. То есть... Анарға қарап осыдан бірер күн бұрын оған операция жасалды деп айтпайсыз. Еш қиналмастан жүріп тұрады. Өтіндегі тасталып тастаған соң ол өзін жақсы сезінеді, тіпті тамаққа тәбетім ашылды деп отыр. Инновациялық технологияның көмегімен дәрігерлер оған небәрі 40 минуттың ішінде ем-дом жасады. Квота болғандықтан операция тегін өтті. Айтпақшы, ем қабылдайтын медициналық орталықта Анардың өзі таңдапты. Операцияда жағдайым өте жақсы. Бірінші күннен кейін екінші күні жайлап ақырындап жүре бастадым. Үшінші күні өз қалпыма келіп, бұрынғыдай кәдімгідей жүріп кеттім. Мен сондықтан осы реабилитация түрі жасалғанына өте қуандым. Қазіргі технология бойынша, өйткені бұнда өте нәзік ткандарға жетпей, жаңа повреждение дейді ғой, жаңағы ткандарды қозғамай, қосалқы ткандар қозғамай, тек қана жаңағы тастардың түрін ғана алып тастады. Сондықтан өте жеңіл жасалды. Президент іс басқармасының медициналық орталығында роботтың көмегімен әзірге 6 маман ем-дом жасайды. Соның бірі Гүлбарам Башарова. Ол орталықтағы алғашқы операцияны жүргізген отандық маман. Содан бері күн түндемей науқастарды инновациялық әдіспен емдеп келеді. Робот технологияның дәрігер ішінде, науқас ішінде өте айрықшалары бар. Дәрігер үшін дәрігер мысалға біз лапароскопиялық операция жасаған кезде біздің иығымызға көп салмақ түседі. Көп дәрігерлерде флексит деген профессиональный не бар. Ал бұл жерде біз роботта отырып жасаймыз, қолымызға ешқандай нагрузка жоқ. Қондырғы науқастың іш құрылысын үжді кескінде көрсетеді. Роботтың қосымша құралдарын 360 градусқа айналдырып, операция кезінде қозғалту өте ыңғайлы дейді мамандар. Роботтың көмегімен жасалатын ем-домның тиімділігі сол, операцияға бар жоғы 2 адам қатысады. Мұнда хирург отырып нұсқау береді, ал робот қол пішіндес қондырғылар арқылы операцияны жасайды. Бұл емдік шараның артықшылығы науқас көп қан жоғалтпастан небәрі 2 күннің ішінде сауығып кетеді. Бұл қондырғы әсіресе қан аздығына шалдыққан науқастарды емдеуге өте қолайлы. Қазір орталықта осы тың әдісті отандық мамандарға үйрету ісі қолға алынды. Мұнда тек біздің дәрігерлерді ғана емес, шетелдік мамандарды да оқыту жоспарда бар. Обучается не только... Біз хирургтарды ғана емес, медбикелерді де оқытамыз. Себебі мұнда тек хирургиялық ем-дом жасалмайды. Ағзаның барлық мүшесіне диагностика жасаймыз. Сондықтан оқыту ісін біз әрмен қарай дамытып, Ресей, орталық Азия елдері және өзге де шет мемлекеттердің мамандарына бар білгенімізді үйретеміз. Мұндай оқыту орталығы әлем бойынша тек ақш пен Италияда ғана бар. Енді міне біздің елде ашылып отыр. Бұл дегеніміз шетелден тек емделушілер ғана емес, тың әдісті меңгергісі келетін дәрігерлер де Қазақстанға ағылады деген сөз. Нәтижесінде медициналық туризм дами түспек. Ежегодно к нам приезжает все больше и больше иностранцев. Жыл сайын бізге келіп, ем қабылдайтын шетелдіктердің қатары артып келеді. Әсіресе Еуропа мен Азия елдерінен көптеп келеді. Біз келер айдан бастап кез келген қазақстандықтың генетикалық паспортын жасауға мүмкіндік беретін 11 инновациялық технологияны енгізуді жоспарлап отырмыз. Президент іс басқармасының медициналық орталығы жылына 10 мың науқас емдейді, 6 мың операция жасайды. Сондықтан мұндай тың технологияларды енгізу орталық үшін тиімді болмақ. Назерке Абдрахманқызы, Жандос Битабар, Хасен Омарқұлов, Президент телерадио кешені көмегімен 7 күн.